Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге X. Достар, бүгінгі видео Шелзи туралы болады. Яғни Шелзидің адес туралы ойы. Видео бастамастан бұрын лайк басып каналға жазылыңыз. Және де достар, видео бастамастан бұрын мен сіздерге өз алғысымды айтқым келеді. Сіздер каналға 150 подписчик жинап тастапсыздар. Алда 1000 подписчикке жетеміз деген ойдамыз. Ендеше көп сөз қылмай видеоға кеттік. Бесінші сұрақ, Game KZ'тен не себепті шықтың? Game KZ'тен короче, офицерінің кесірінен, бүкіл офицері жаман деп айта алмаймын, кейбір офицерлер достойный, яғни заңға бағынатын, заңға дегенде лидерінің қойылған, адайсының қойылған заңына бағынатын, ал кейбіреулері өзінің досы немесе турнирге керек болғаннан кейін ғана өзінің досы болғаннан кейін ғана қалай түсінсем екен? Түсінікті, брат, түсінікті. Короче, білек жарым барлығы біреу боқтады, мен айттым, оны шығар дедім. Жайдан жай боқтаған жоқ, шешеге дейін жетті. Мен оны шығар дедім, олар турнирге немесе СНГ. керек деді. СНГ. Короче, досымыз еді, СНГ турнирға керек деді, и мені осың жетпейді деп шығар деді. Вот осылай мен кеттім, и мен артынан Ероға келді. Құдайға шүкір, елжамыз бар. Сен осылай аз уақыттың ішінде дамып кететініңді білдің бе? По идее, я білдім, өйткені білдім қай уақытта адайспен араласып бастағанда, өйткені адайсың маған көп көмек тиді, даже прям үлкен көмек тиді. Сол адайсың, басында адайсың стриміне кіріп жүрдім, короче, стрим снайперить етіп жүрдім, и, короче, видео түсіріп жүрген кезде, адайсы біреу өлтіріп кетті стримда, и мен оның, короче, соны өлтірген адамды өлтіріп, тегін алдым деп видео түсірдім. Сол видеодан бастап уже активность көтеріліп, сосын адайспен сөйлесіп бастадым, адайспен рейтинг көтеріп бастадым, бірге ойнап бастадым, геймгізетке кірдім, адайсың арқасында. Вот, и адайсың арқасында почти дамыдым десем де болады. Грандмастерге жол деген видеода да адайспен жүрдім бірге рейтинг көтеріп. И адайс маған, короче, көп просто рахмет бар, просто достойный бала осы адайс. Адайстан басқа геймгізеттегі ешкім уже не қызық емес болып қалды. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, подписчигі көп болғаннан кейін ғана сыйлайды деп, жоқ. Жоқ, мен ойламаймын, брат. Нөл болса да. Сен Zefrixпен қалай таныстың? Zefrix бұрында өзінің Minecraft каналында стримдер жасап отыратын. Ол кезде ол подписчик жоқ, короче, жаңдай. Өзімен өзі стримдерінде 10-15 адам отыратын бала еді да. Сосын, короче, Осман дейтін бір досым, Диас дейтін. Не істеп бастады. Маған рейд жасайықшы деді. Ол кезде мен подписчигім көп еді. 30 мың подписчик. Бір ғана нота плей бәрі танитын шығар. Рейд жасайық деді. Рейд жасадық, нота плей, бәкіліміз. И анау реакция, короче, еще ол кезде киімсіз стрим жасап қалған ғой. Сосын, короче, танып бастадық жайлап. Таныстық, дискордқа тарттып, араласып, сөйтіп сол өзен араласып кеттік. Қазір құдайға шүкір, вообще өмірімізде бір конфликт болмаған ойлашы. Бір типа сөзге кесіп қалмау, кесіп қалу. Түсінікті. База жоқ. Араласып кеттік. Саған прям. Достар, Шелзидің адес туралы ойын көрген шығарсыздар. Көп ютуберлер осы екі ютуберді салыстырып жатыр. Бұл видео соларға шығарылған болатын. Ал достар, алдыңғы видеоның конкурсын жеңімпазы экранда шығарылатын болады. Осы видеоның соңында тағы да кішігірім конкурс ұйымдастырғым келіп отыр. Ол конкурстың призі 100 кристалл. Ол 100 кристаллны ұту үшін не істеу керек? Каналға жазылу керек, қоңыраушаны басу керек, және де лайк басып, өзіңіз қалаған комментария жазуыңыз керек. Ал осы конкурстың жауабы келесі видеода анықталатын болады. Келесіде қандай видео түсіргенімді қалайсыз, комментарияға жаза кетіңіз. Қай комментария көп лайк жиналады, сол видеоны түсіретін боламын. Осымен видео аяқталды. Егер де сіздерге видеоны лайк басыңыз. Сіздермен болған X. Пока-пока. Чао.